Павлодарда кітапханаға кітап сыйла акциясы басталды. Бұл бастамаға қолдау білдірген қала тұрғындары жылдар бойы сөрелерде шаң басып жатқан кітаптарын том-томымен тапсыруда. Дәстүрлі шара аясында былтыр Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы орталық кітапхана мамандары түрлі жанрды қамтыған 2000 кітап қабылдаған. Кітапты іздеп жүріп оқитын оқырман арамызда әлі де бар. Соның бір дәлелі Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы орталық кітапханаға келетін жүздеген оқырман. Кітап қорын толықтырып, сирек кездесетін шығармаларды оқырманға ұсыну мақсатында кітапхана жыл сайын арнайы акциялар ұйымдастырады. Соның нәтижесінде кітапхана қоры адамдарға рухани азық сыйлайтын көркем әдебиетпен, энциклопедиялармен және ғылыми басылымдармен толығады. Тұрғындардан жиналған кітаптар сұрыпталып, рет-ретмен сөрелерге жайғастырылып жатыр. Арасында балаларға арналған көркем әдебиеттер мен бүгінгі күні баспадан шықпайтын сирек кітаптар да бар. Дәл акцияның кезінде 200 кітап сыйға тартылды. Ал жалпы жыл бойынша 2000-ға жуық кітап бізге сыйға тартылды. Біз әрине қуаныштымыз. Жалпы бізге кітапты біздің оқырмандарымыз ғана емес, сонымен қатар біздің жергілікті ақын жазушыларымыз келген сайын, жаңа кітаптар шыққан сайын міндетті түрде олар бізге өз кітаптарын автограф жазып бізге қалдырып кетеді. Бақтияр Тоқтар кітапхананың тұрақты оқырманы. Ол кітапханаға кітап сыйла акциясына өз үлесін қосып, жуырда оқып бітірген көркем әдебиетті сыйға тартты. Мен жақында оқып шыққан Ғабдол Слановтың шығармасын кітапхана қорына тапсырдым. Онда қазақ даласының кеңдігі мен еркін рухы, табиғаттың шексіз сұлулығы, сондай-ақ қоғамдағы кейбір әлеуметтік теңсіздіктер көркем түрде бейнеленген. Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы орталық кітапхана қорында шамамен 500 мың кітап бар. Рухани орда бүгінде қала тұрғындарының бос уақытын тиімді өткізуге арналған орталық ретінде де қызмет көрсетеді. Қарлығаш Қасиетова, Дәулет Қошқарбаев, Марат Тигреков, 24 KZ, Павлодар.